Ақтауда жұмбақ жағдайда жоғалған жас сарбаз дәл осы әскери заставада отан алдындағы борышын өтеп жүрген. Ал наурыздың 2 күні із-түзсіз жоғалып кеткен. Қазір Қазалы ауданы және Қызылорда облысынан, сондай Қазақстанның түкпір-түкпірінен туысқандары келіп, баланы іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алайда көрдім білдім деген ешкім табылмады. Қазір туған туысы және ата-анасы жас сарбазды тауып беруін талап етіп отыр. Ешқашанда балдарыңызды армияға жібермеңіздер. Бұның үшінде ешқандай да балдарыңызға условия жасалмайды. Балдарыңыз аш. Кеше мен өзім заставаға кірдім, қырғын төбелесіп, ішін көрдім. Ешқандай да условия жоқ. Кір киімдерінің бәрі, аяқтарында шүліпкі, жыртық аяқ киім киіп жүргендері, ішкен тамақ жегендері деген, енді көрсеңіздер тышқандар деген жүгіріп жүр. Өзіміз ағайын туыс болып айналаның бәрін шарлап шыққан өзіміз еш жерден ештеңе таппадық. Бұларға келгенде бала қайда деп айтсақ, біз білмейміз дейді. Өзімізге сөйтіп сұрақ қояды, балаңыз қайда кеткен деп. Ал сіз балаңызды үйіңізге тығып қойған шығарсыз дейді маған. Қашып кетті дейді, баламды қашып кетті дейді. Ол менің балам қашатын балам емес, ол мен баламды беске біледі. Ішіндегі сарбаздардан сұрасаңыздар да болады. Армияға өз еркімен кетті, барам, мен өзім қазір отанымды борышын ақтап қайтам деген болады. Әртүрлі ой келеді бізге. Или қысым беріп өздері ұстап отырған секілді көрінеді бізге баланы. Или өздері сөздің расы керек. Өздері ұрып соғып, соны жасырып отқан сияқты көрінеді былай. Расымен де армиядан қашқан бала болатын болса, ол любой жерден телефонмен туысына звондайды. Әскери офицерлер шындықты жасырады менен. Балам больницаға жатып шыққан, сосын осы жерге ауысып келгенде гематоммен келген, ісік бәрі көгерген. Жоғалған күні ғана командирі звондады. Мен қуанып кеттім, балама хабар аламын айтсам, саған звондайын қойды. Сөйтсем, бала жоқ болғасын деп. Маған алдында сол Саду Шакировада төбелескен, таяқ жеп, больницаға жатқанын айтқан жоқ. Тек өзіміз біреу арқылы біліп қойғаннан кейін барып айтып, сұрасаң, ой, білет шығар деп едім, өйтіп едім, бүйтіп едім дейді. Мен бәрін сұрадым ғой, камера қайда? Ана ар жағында ат қораға жұмысқа кеткен дейді енді. Бұл жерде енді жоғалып шығып кеткен кездері, мына бір камераға түспей ма сонда, біреу көрмей ма? Камера жоқ. Мына соңғы кездері 2 күн сондайда хабарласып тұрды. Ақша сал деді, ақша салып тұрдым. Бетін қайтармай сұраған ақшасын салып тұрдым. Өзінен сұраған жоқсыз ба? Неге? Өзінен сұрадым. Ой, папа, нарядқа барамыз, қарным ашады, сол кездері сосын жейін деді. Мен нақты талабым баламды тауып берсін.